Ассалаумағалейкум, құрметті серіктестер, достар. Бұл ішкі бұрыш. Бұл гипке мраморға арналған ішкі бұрышы. Міне көріп тұрсыздар ғой, ішкі бұрышы. Мұны шпонға арналған соединитель. Мұны гипкеге арналған, гипке мраморға арналған соединитель. Беті жабық түрінен, ашық, жабық екіге бөлінеді. Мұны подсветка шпонға арналған. Алюминий салған. Және мен заглушкасы. Ертең бәрін толық видео түсіретін боламын. Қалай қолдану керек, қай жерден қандай қателеспеу керек, клейді қайдан жағамыз, сол секілді сіздерге пайдам тиетіндей бір жақсы видео түсіруге тырысам. Заглушкасы, мынау уже гибкиге. Гибкиге неге екіге бөліп тұрмын? Өйткені гибкиге қалыңдығы 2,5, ал шпондікі 5 мм. Сондықтан екі бір-біріне сәйкес келмейді. Бұл сыртқы бұрышы. Көріп тұрсыздар ғой. Бұл шпонға. Мұны заглушкасы шпонға зауыттан келеді. Және гибкиге соединитель. Және манағы қайталанып келіп тұрған зауыттан шпонға. Сол секілді осыларды қалай қолданамыз, қалай жабыстырамыз. Көп жерден көп қателік кетіп жатыр. Мына бетіне жабыстырып қояды, мына аяғын көрсетіп қояды. Сондай қателіктер өте көп. Мен өз басыма өте көп кездесіп жатыр. Сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар, ең бастысы. Сосын түсінбеген жеріңізде комментке жазыңыздар, лайк басыңыздар, ұмытпаңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Әлі талай жаңадан келіп жатқан хит тауардың бәрін сіздерге толық ақпарат беретін боламын.